Он сегізінші ғасырдағы ұстаздық. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Бұғай ола. Мен де бір қазақтың баласымын. Қалайсыз ақсақал? Шүкір Аллаға. Білген жөнімді айтайын. Iya, сайра балам. Сонау Шам шаһарында білім алып, Iya, арабтың төте жазуын тікелей оқып, iya. білген түйгенімді ұрпаққа таратпақшы болып келдім аға. Ұстаздық қылған жалықпас үйретуден балаға демекші. Батаңызды беріңіз аға. Қолыңды жай айналайын. Әмин. Келген қадамың оң болсын. Әмин. Ұлы даладан ұлы тұлғаларды шығар. İnşallah. Ел игілігіне қызмет еткейсің айналайын. Әумин. नटूरे FUTURE फुटूरे नटूरे फुटूरे नटूरे फुटूरे. How to pronounce musician? Dirake, Beyonce, Rihanna. Jay Austin, bye. 20-21 ғасырдағы ұстаз. Жазыңдар, бүгін қазанның асты күйі. Қазақ тілінде неше септік бар? 7 септік бар. Жоқ, 8 септік бар екен. 8-шісі қандай? Антисептік. Ертең сабақтарың оқымасаңдар, базарда тиктокер болып кетесіңдер. Ой, тиктокер болың кемейді. Оқуында сабағыңды. Бізге де айтсаңдаршы, күлейік та. Ұстаздық шебер маман. Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қалдарың қалай? Әлемдегі карантиндік шараларға байланысты бүгіннен бастап бізде онлайн сабақтар өтеді. Уайымдамаңдар балалар, бәрі де өтіп дұрысталады. Hello everyone. I'm a speech teacher. I help people communicate. Today I'm going to use a cookie to talk about syllable. Өздеріңіз көргендей, кейбір кәсіп салаларында жоғары технологияның адам күшінің орнын басуы кездеседі. Тіпті арамызда болашақта ұстаз рөлі азаяды деген ой да бар шығар. Бірақ заманауи мұғалімдер көш басында сол үздік технологияны пайдалана отырып ұрпақты ғылым білімге баулитын білім индустриясының қайнар көзі болмақ. Қазіргі уақытта елімізде ғылым біліммен айналысуға басты назар аударылуда. Арнайы курстарда, болашақ бағдарламасымен мамандар даярлау және әртүрлі платформаларда, конференция, вебинарда тәжірибемен бөлісу арқылы ұстаздарымыз білім сапасын осы дәрежеге жеткізеді.